Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте қатпарлы менің сүйікті қаттамаларымның рецептін ұсынатын боламын. Егер де сіздердің қаттамаларыңыздың ортасы тығыз болып, шикі болып, дұрыс қатпарлы шықпай жатса, дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп салып аламыз. Бұл жерде менде 500 грамм ұн, енді 250 грамм салқын суға жарты шай қасық тұзымызды және бір жұмыртқамызды жарып салып, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Мендегі жұмыртқа екінші категориялы жұмыртқа, кішірек болады көлемі. Енді осыны жақсылап араластырып алғаннан кейін ұнымыздың үстінен кішкене осындай ойық жасаймыз да суымызды құйып, қолымызбен жұмсақтау қамыр илейміз. Сіздерге барынша түсінікті болсын деп видеоның жылдамдығын жылдамдатпадым. Міне осылай қамырымызды илеп аламыз да, енді осы қамырды салафан қалташасына салып, иін қандыруға 15-20 минутқа қойып қоямыз. Қарапайым ғана су, жұмыртқа, ұннан осындай өте дәмді қаттамадан жасап, отбасыларыңызға жасасаңыздар да, заказға жасасаңыздар да өте жақсы өтеді. Иі қанған қамырымызды алып, иі қанғаннан кейін, салафанда тұрғаннан кейін кәдімгідей осылай жұмсаратын болады. Осыны қолымызбен басып, күлшелеп, теңдей екі бөлікке бөлеміз. Мөлшерін көбейтіп, көбірек қылып жасасаңыздар да болады. Осылай күлшелеймізді, бетін жауып, тағы да бір 5-10 минутқа қойып қоямыз. 5-10 минуттан кейін алып, қамырымызды оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып аламыз. Қатты жұқа қылып жіберудің де қажеті жоқ. Еттің нанына жайғандай жұқалықты жайып аламыз. Бастапқыда қолымызбен қамырымызды басамыз, және де оқтаумен осылай кішкене жұқартып алатын боламыз. Және де кейін ұн сеуе отыра, оқтауымызға орап, екі жағын баса отыра, нанымызды жайып аламыз. Бұл жұмсақ қамыр болғандықтан кішкене жайылу қиындау болуы мүмкін. Міне осылайша осындай қалыңдықта жайып алдық. Енді үстінен ерітілген сары май құямыз. Негізі 82,5% майлылығы жоғары майды қолданған дұрыс. Менде бұл қолдың сары майы. Егер де маргарин немесе проценті аз майларды қолдансаңыздар, оның құрамында су көп болады да, жаңағы қатпарлығы дұрыс сақталмай қалуы мүмкін. Ол самса жасасаңыз да, қаттама жасасаңыз да, міндетті түрде проценті жоғары сапалы майды қолданғандарыңыз дұрыс. Және қалауларыңыз бойынша сақтап туралған көк пиязды саласыздар. Және де осы майы бөлме температурасында кішкене қатыңқырағанша қойып қоясыздар. Міне видеода көрсетілгендей, одан кейін екінші жайып алған қамырымызды да үстіне қойып, үстінен осындай сары майымызды жағып шығамыз. Және де осы қамырдың үстінен де көк пияз сеуіп аласыздар. Көк пиязды кішкене көбірек қосуға да болады. Менде үйде бар көк пияз сол болғандықтан кішкене азырақ болып қалды. Қажетті құрамдарының мөлшерлерін видео астына описание бөліміне жазып кететін боламыз. Сол жерден көріп жасауға болады. Енді осы қамырымызды тура видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп шығасыздар. Енді ішке қарай рулет тәріздес қылып ораймыз.
Міне видеода көрсетілгенде осылай басып аласыздар. Тура осындай күлше болып шығуы керек. Менде осылай біреусі кішірек болып 5 күлше шықты. Жалпы 4-еу қылып жасауға болады. Сіздердің пісіретін табаларыңыздың размеріне байланысты өздеріңіз көресіздер. Міне осылай енді оқтауымызбен жаямыз. Тура осы қалпында салафан қалташасына салып, морозилкада қатырып қоюға да болады. Кез келген уақытта алып, табада пісіріп жібересіздер, немесе бірден пісірсеңіздер де болады. Табамызды газға қойып, май құйып, қатты майды шұқылдатып құймайсыздар. Қызғаннан кейін жайып дайындап қойған қаттамамызды салып, бетін жауып, орташа отта пісіретін боламыз. Піскен кезде осылай көтеріліп шығатын болады. Енді екінші бетіне аударып, екінші бетін пісіріп аламыз. Екінші бетіне аударғаннан кейін бетін жауып қажеті жоқ. Барлық қаттамаларымызды осы ретпен пісіріп аласыздар. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып және поделиться батырмасы арқылы достарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Өте керемет рецепттердің бірі. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен болған Ақбота.